Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен дәл KFC-дегідей ащы тауық қанаттарының жасалу жолымен бөлісемін. Дәмі өте керемет, қытырлақ әрі дәмді болып піседі. Осылай өздеріңіз үй жағдайында жасасаңыздар, 2-3 есеге дейін ақшаларыңызды үнемдейсіздер және мүлдем сатып алмайтын боласыздар. Менің видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың аяқтарын және қанаттарын жақсылап жуып аламыз. Мұнда менде қанат және астыңғы жағында аяқтары. Қанаттың мынандай шығып тұрған артық жерін кесіп алып тастаймыз. Дәл буынынан кесіп аламыз. Неке осындай болады. Барлық қанаттарды осылай кесіп шығамыз. Енді дәмдеуіштерін саламыз. Ең алдымен бұл жерде менде 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 2 шай қасық паприка, 1 шай қасық имбир, 1 шай қасық ащы қызыл бұрыш, 2 ас қасық соя майын қосамыз. Енді осы тауықтың қанаттарының үстінен толық бетін жауатындай етіп су құямыз. Жақсылап қолымызбен араластырып жібереміз. Енді бетін жауып, бір түнге немесе ең кем дегені 6-8 сағатқа маринаттауға қойып қоямыз тоңазытқышқа. Бір ыдысымызға ұнды електен өткізіп салып аламыз. Оның үстінен 2 шай қасық тұз саламыз. 2 шай қасық паприка саламыз. Егер ащы болғанын қаласаңыздар, 1 шай қасық қызыл ащы бұрыш салып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Бір ыдысымызға су құямыз. Оның үстінен 1 жұмыртқа жарып саламыз. Жұмыртқаны араластырып жібереміз. Және мына ұнымыздың жартысын осы судың үстіне құямыз. Жақсылап ұнның іртіктері қалмайтындай етіп араластырамыз. Бізде бір түн маринатталған тауықтың қанаттары және аяқтары. Осылардың барлығын мына клярдың үстіне саламыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Және осының барлығын енді ұнның үстіне саламыз. Ұнға жақсылап аунатып аламыз. Барлық жеріне ұн тигеннен кейін қайтадан судың үстіне саламыз. Барлық тауықтың қанаттарын осылай жасаймыз. Енді осы суымызға тағын бір рет жақсылап араластырып аламыз. Қайтадан ұнның үстіне саламыз. Барлық жеріне ұнды жақсылап
тигіземіз. Және осының бәрін бір ыдысқа салып шығамыз. Алдын ала қыздырылған майға тауықтың қанаттарын салып шығамыз. Отымыз орташа болу керек. Қатты болса сырты қызарып, арасы піспей қалуы мүмкін. Бір бетін 5 минут пісіреміз және екінші бетіне аударып, ол жағында 5 минут пісіреміз. Жалпы 10-12 минутта толық пісіп шығады. Екі беті де толық қызарып піскеннен кейін майын сілкіп, қағаз майлықтың үстіне орналастырамыз. Сонда майының барлығын өзіне сіңіріп алады. Осымен достар, біздің ащы тауық қанаттарымыз дайын. Дәмі өте керемет, сырты қытырлақ, іші өте нәзік, дәмді болып шығады. Дәл менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, мүлде қиын емес. Бұдан басқа да менің арнамда түрлі дәмді тағамдардың рецептері бар. Достарыңызбен бөлісіп, менің арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Сау сәлемет болыңыздар.